кез келген құлшылықта рия болуы мүмкін. Намаз оқып жатсыз, басқалар көреді де сізді, ана намаз оқып отыр, балалар шығыңдар. Балаларын алып кетіп жатады, дұға жасап жатасың, жылап жатады. Ана не деген тақуалық деп адам баға береді. Садақа беріп жатасың, еріп жатсың. Не деген жомарт мынау деп адам сіздің әрбір құлшылығыңызға баға бере алады. Бірақ бір ғана құлшылыққа баға бермейді, ол сіздің ұстаған оразаңыз. Ораза ұстаған адамның сыйын Аллах Тағала өзім беремін дейді. Көп құлшылықтарының сыйлары осынша сауап жазып қойған. Рамазандағы жалпы оразаның сыйы жазылмаған. Неге? Өйткені оның сыйын Аллах Тағала өзім беремін дейді. Неге өзі береді? Өйткені ол Алла мен адамның байланыс арасында ғана құлшылық. Яғни оның құлшылығын басқалар өзі айтып білдіріп қоймаса, ешкім біле алмайды. Сол себептен ешкім білмейтін құлшылықта ниетіміз түзу болу керек. Біреуге мақтану үшін емес, немесе біреуден ұят болсын деп емес, немесе фигурамды жай жақсартып алайын, арықтайын деп емес. Ол само собой болатын заттар ғой. Бірге жүретін заттар ғой. Сіздің ниетіңіз түзу болу керек. Кім үшін? Алла ризалығы үшін. Не себепті? Парыз болған себепті. Әр адам құлшын оразасын ұстайды. Ешкімге айтпайды. Окей?